Барлығына сәлем оқушылар. Бүгін біз сіздермен конденсаторлар және электр өрісінің энергиясы деген тақырыптармен таныс болатын боламыз. Осы уақытқа дейін сіздер кернеу, потенциалдар айырым мен кернеудің екеуінің бір екендігін және электростатикадағы жалпы жұмыстың формулаларымен таныс болдыңыздар. Оның алдында кулон күші және кернеулік деген маңызды физикалық параметрлармен таныс болған едік. Бүгін енді біз осы тарауда сыйымдылық деген маңызды осы электростатикадағы параметрмен таныс болатын боламыз. Жалпы электр сыйымдылығы дегеніміз не екендігін түсіну үшін алдымен мына суретке назар аударайық. Бізде баклажка және шелек тұр. Яғни кез келген ыдыстың сыйымдылығы бізде обычно немен есептелінеді? Көлеммен есептелінеді. Мысалы, мынау судың, яғни баклажканың бізде көлемі 1 литр болса, 1 литр дегенім 1 көбейтілген 10-3 дәрежесі метр кубқа тең. Осыған бізде 1 литр ғана не құйыла алады? Су құйыла алады. 1 литрлік баклажканың ішіне точно 2 литр су құйылмайды, точно 3 литр су құйылмайды. Яғни өзі айтып тұр, пока электр деген сөзге қарамаңдар, сыйымдылық қаншалықты өзіне сыйдыра алады деген мағынаны береді на самом деле. Мысалы, мынау шелектің объемы бізде 1 литр болсын, 1 литр дегенім 12 көбейтілген 10-3 дәрежесі метр куб. Яғни менің ыдысым қаншалықты үлкен болады, соншалықты көбірек су құя аламын. Демек, мынау шелектің ішіне мен қанша литр су құйып шыға аламын? 12 литр су құя аламын. Яғни баклажкамен салыстырмалы түрде шелектің сыйымдылығы 12 есе үлкен болып тұр. Яғни сыйымдылық деген сен қаншалықты өзіңе сыйдыра аласың, қаншалықты өзіңе құйып соны көтере аласың деген мағынаны білдіреді. Енді электр сыйымдылығы дегеніміз не екен? Мына жерде жазылып тұр мына. Өткізгіштің өз бойына заряд жинау қабілетін электр сыйымдылығы деп атайды. Мысалы, менің алдында қазір мынандай бір жіңішке пружина тұр. Мынау пружинаның өзінің белгілі бір несі бар, көлемі бар. Өзінің белгілі бір мынау дөңгелегінің жанынан егер кесіп қарайтын болсақ, мына жерде диаметрі болады, дұрыс па? Объемы болады. Демек, мынау сым менде қаншалықты жіңішке болса, демек бұның ішінен заряд та аз өтеді. Егер менің сымымның қалыңдығы уже әжептәуір қалың болатын болса, мысалы, мынаны қарайық. Мынау әжептәуір не? Әжептәуір қалың, демек мынаның ауданы үлкен, дұрыс па? Мына жерін қиып қарайтын болсам, ол жер бізде үлкен, мынау сымға қарағанда. Демек, мына жақта заряд көбірек жинақталады екен. Түсінікті деп ойлаймын. Обычно бағанағы мысалымыз сияқты, баклажка мен шелек сияқты. Егер біздің сымымыз қалыңырақ болатын болса, жуанырақ болатын болса, демек ол жақта заряд көбірек жинақталады. Ал сымымыз немесе мынау өткізгішіміз неғұрлым жіңішке болса, демек ол жақта азырақ заряд жинақталады екен. Осыны біз электр сыйымдылығы деп атаймыз болды. На самом деле сыйымдылық деген әңгімені, сөзді сіздер бұрыннан білесіздер, бағанағы баклажка мен шелектің мысалында. Астына қарайық, былай жазып қойыппын. Сыйымдылық зарядқа да, потенциалға да тәуелді емес. Сыйымдылық ол бізде, мысалы, мынау пружинканы алатын болсақ, проводты алатын болсақ, өткізгішті, бұл өткізгіштің сыйымдылығы уже бізде тұрақты деп айтсақ болады. Мынау бізде сыйымдылық характеристика ретінде жүреді. Мысалы, бағана біздің шелегіміздің объемы қаншаға тең болды? 12 литрға тең болды. Оның көлемі 12 литр болуы, оның тығыздығына, оның массасына, немесе ішіне құйылып жатқан суға мүлдем қатысы жоқ. Дұрыс па? Ол сол шелектің характеристикасы. Ол шелек басында заводта шыққанда 12 литр болып шықты, все болды, ол до конца сол 12 литр болып қалады. Өйткені оның нақты объемы, характеристикасы сол. Мынау пружинкада бізде уақыт өте келе не істеп кетпейді, жіңішкеріп кетпейді. Немесе бұның ішіне көп заряд өтсе, бұл жуандап кетпейді. Бұл өзінің несін сақтайды, өзінің объемын сақтайды. Демек, сыйымдылық зарядқа да, потенциалға да тәуелді емес. Міне, мына жерге жазып қойыппын. Неге тәуелді олар? Міне, ол тек өткізгіштің пішіні, өлшеміне және айналасындағы ортаға тәуелді. Яғни, мынаның пішініне тәуелді. Яғни, сыйымдылық менің мына пружинкам, проводым қаншалықты қалың болса, онда ол жақтағы сыйымдылықта
үлкен деген сөз ғой. Егер мен мынаны қазір үлкейтіп жібере алатын болсам, демек бұл жақтан өтетін зарядтың шамасы да үлкен. Зарядтың шамасы үлкен деген сөз, демек ол жерде көбірек заряд сыйып жатыр деген мағынаны білдіреді. Демек ол жердің электр сыйымдылығы да үлкен мәнге тең болды. Демек сыйымдылық тек қана өткізгіштің пішініне, өлшеміне және айналасындағы ортаға тәуелді екен. Айналасындағы орта ол бізде диэлектрик өтімділік, иә. Біз онымен алдыңғы сабақтарда таныс болған едік. Әртүрлі ортада диэлектрик өтімділіктің мәні әр қалай болатынын да білеміз. Жалпы электр сыйымдылықтың бізде нақты ережесі былай. Электр сыйымдылық дегеніміз өткізгіштің немесе құрылғының электр зарядын, то же самое қайтадан міне, электр зарядын жинау қабілетін сипаттайтын физикалық шама. Түсіндіңіздер, иә? Менің жаңағы проводым қаншалықты қалың болады, мен көбірек электр зарядын жинаймын. Менің проводым қаншалықты жіңішкерек болады, мен азырақ электр зарядын жинайды екенмін. Екінші ережесі былай: потенциалды өзгерту үшін керек заряд мөлшері. Потенциал дегеніміз ол бізде не еді? Негізі потенциалдар айырымы болу керек мына жерде. Потенциалдар айырымы деген ол бізде кернеу еді. Демек потенциалдар айырымын, яғни потенциалды өзгерту. Итак, былай ғой, өзгерту деп тұр. Потенциалды өзгерту, значит, ол жерде дельта фи точно бар. Ал дельта фи бізде нені беретін еді? Кернеуді беретін еді. Демек мен мына жақта потенциалдар айырымы деп айтпасам да болады екен, иә? Онда сыйымдылық потенциалды өзгерту үшін керек заряд мөлшері. Потенциал өзгеріске ұшырады, демек ол жерде точно не бар? Кернеу бар деген сөз. Демек, сөйлемнің бірінші бөлімі бөлшектің астында қалды. Потенциалды өзгерту деген ол кернеу үшін керек заряд мөлшері. Заряд дегеніміз ол бізде Q еді. Демек, осы жерде бізде формула шықты: С тең Q бөлінген U. Мынау С дегеніміз ол бізде электр сыйымдылығы. Бұның формуласы енді бізде фарад болады. Оқылуы фарад, ал өлшем бірлік ретінде жазылу просто F деген әріппен жазасыздар. Осы жерде мен зарядтың формуласын қорытып алатын болсам, менде Q тең су деген формула шығады. Демек, осы уақытқа дейін біз зарядтың формуласын өттік. Q Ne Q Su. Бұйыртса тұрақты токты өткен кезде біз Q тең IT деген формуланы өтеміз. Сонда сіздер былай жаттап алсаңыздар болады да. Заряд дегеніміз не? Су ішіп тұрған ит деп. Түсінікті? Енді формулаларды ашып көрейік. Кернеудің негізгі формуласы біз осы уақытқа дейін өткен формуласы бар. U тең E көбейтілген D. Мына жерде просто E-ді деп аша салдық, сонда менде сыйымдылықтың тағы да формуласы шығады екен. S тең Q бөлінген E-ді. Ну, на самом деле, мына формуланы ғана жаттап алсаңыздар болды. Осыны әрмен қарай есептің ситуациясына берілген параметрларына байланысты формуланы өзгертіп есеп шығара беретін боласыздар. Келесі айтылатын әңгіме ол бізде конденсатор. Жалпы конденсатор дегеніміз бізде заряд жинақтайтын құрал. Конденсаторды сіздер күнделікті өмірде негізі көріп жүрсіздер. Мысалы, сағаттың батарейкасын ауыстырғанда деген сияқты, немесе қолданып жүрген механикалық калькуляторларыңыздың заряды өшкен кезде батарейкасын ауыстырғанда, вот сол конденсаторды қолымызға ұстаймыз. Оказывается, осы уақытқа дейін көріп жүрген біздің обычный батарейкаларымыз конденсаторға жатады екен. Конденсатордың басты жұмысы заряд жинақтайтын құрал. Яғни өзіне зарядты жинақтап алады. Потом ненің зарядкасы болып қалды? Мысалы, мынау менде телефоным механикалық калькулятор болып есептелінетін болса, мен алам, батарейканы салам, уже мені калькулятор не істеп бастайды? Жұмыс жасап бастайды. Яғни конденсатор өзіне жинаған зарядты сол құрылғыға беріп бастады деген сөз. Енді мына жерге назар аударайық. Айтады, конденсатор дегеніміз электр зарядын жинап, уақытша сақтайтын құрал. Яғни өзіне уақытша сақтап, қажетті құрылғыға беріп отырады. Ол екі өткізгіш пластинадан және олардың арасы диэлектрикпен толтырылған. Яғни мына жерде сөйлем дұрыс болмапты. Негізі мынау батарейканың іші былай болады. Кез келген батарейканың ішінде мына жағында плюс заряд жиналып тұрады. Өздеріңде байқайтын жарсыңдар, мына жақта плюс деп тұрады да, астында минус деп тұрады ғой. Типа плюс пен минус всегда бірін-бірімен қатар жүрмейді, бірін-біріне противоположно орналасады батарейкаларда. Мына жақта бізде плюс, мына жақта бізде минус зарядтары орналассын, и ортасы мынандай бір бөлікпен бөлінген пластинкамен, и осының ортасы бізде неден тұрылған дейді? Диэлектрикпен толтырылған дейді.
Білмеймін, енді сіздер жасап көргенсіздер ме, бұрындары сол батарейка өзінің жұмысын бітірген кезде мындай матаға немесе кілемге барып үйкейтін болсақ, ол батарейка кішкене зарядталып, яғни кілемдегі артық электрондарды өзіне жинап, обратно хотя 1 сағат 2 сағатқа жұмыс жасайтын болған. Тіпті кейбіреулер бар, мынаны тістейтін мен көргем, оны тістеуге болмайды негізі. Осыны тістеген кезде ішінен ақ сұйықтық шығады негізінде. Сол ақ сұйықтық бізде диэлектрик деп аталынады. Бұл диэлектрик не үшін қажет еді? Бізде мынау плюс заряд пен минус заряд бірін-бірін жойып жібермеу үшін қажет. Яғни мына жерде қазір плюс пен минус бірін-бірін жойып жіберетін болса, онда заряд, яғни батарейка өз жұмысын атқара алмайды. Себебі зарядтар бірін-бірін жойып жіберді, ішіндегі заряд 0-ге тең. Ішіндегі заряд 0-ге тең болып қалмас үшін осындай пластина орналастырып, ішін диэлектрикпен толтырған. Демек, конденсатор дегеніміз 2 пластинадан тұрады, және олардың ара қашықтығы диэлектрикпен толтырылады деп айтылады. Түсінікті. Демек, осы уақытқа дейін көріп жүрген батарея ол бізде конденсатор болып табылады екен. Енді конденсатор қалай жұмыс жасайды? Мынау әңгіме қайтадан қайталаймыз. Бір пластинада плюс заряд жинақталады, ал екіншісінде минус заряд жинақталады. Мынау бізде конденсатордың кітапта белгіленуі. Кітапта осылайынан белгіленеді. Міне бірінші пластинада плюс заряд, екінші пластинада минус заряд көріп тұрсыздар. Пластиналар арасында электр өрісі пайда болады. Яғни ойлаңдаршы, біз былай айттық, жалпы электр өрісі дегеніміз кез келген тыныш тұрған зарядтың айналасында бар деп айттық. Демек, ол мына жерде мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 минус заряд бар, 8 плюс заряд бар. Әр қайсының арасында демек не болып тұр? Бұл жерде электр өрісі пайда болып тұр. Және ол электр өрісі, мысалы, мынаның өзінің электр өрісі бар, мынаның өзінің электр өрісі бар. Сосын бұл екеуінің электр өрісі қосылып, үлкен бір электр өрісін пайда қылдырғызады. Мынаның электр өрісі, мынаның электр өрісі. Типа кішкентай толқындар бірін-бірімен қосылып уақыт өте келе үлкен толқынға айналады ғой. Тура сол сияқты мынау әр зарядтың айналасында өзінің электр өрісі бар, бірақ барлығы бірге қосылып үлкен бір электр өрісін туғызады екен осы пластинаның ішінде. Түсінікті. Енді осы конденсатордың бізде түрлері бар. Цилиндрлік конденсатор, жазық параллель пластиналы конденсатор, шар тәрізді сфералық конденсатор. Біз бұның ішінде тек қана жазық конденсатормен жұмыс жасаймыз. Жазық конденсаторды басқалай бізде параллель пластиналы конденсатор деп атайды. Цилиндрлік конденсатор және шар тәрізді конденсаторды сіздер білуге міндеттісіздер, өйткені ұбт-да ертең сұрақ келеді. Конденсатордың түрлерін белгіле. Цилиндрлік, жазық, шар. Осы үшеуін ғана белгілейсіздер. Бұның ішінде біз тек қана жазықпен есеп шығарамыз, бірақ цилиндрлік конденсатор мен шар тәрізді конденсатордың сыйымдылығының формуласын білуге біз міндеттіміз. Формуласы мына жерде орналасқан. Цилиндрлік конденсатордың сыйымдылығы, оның формуласы мынандай. Негізгі бұл формуламен сіздер толыққанды егер ғылыми физикаға түсетін болып жатсаңыздар, танысасыздар, қайдан шықты, қалай есеп шығарасыздар деген сияқты. Қазірше сіздер тек қана жаттап алу керексіздер, өйткені именно осы цилиндрлік конденсаторға қатысты үлкен есептер жоқ, тек қана теориялық сұрақпен ғана шектеледі ұлттық бірыңғай тестте. Так, екіншісі ол бізде жазық конденсатордың сыйымдылығы, яғни сыйымдылық дегенді бағана өттік, заряд жинақтаушы, яғни қаншалықты заряд жинақтай алады деген мағына сұраққа жауап береміз. Жазық конденсатордың сыйымдылығы енді бізде С тең эпсилон нулевой эпсилон S бөлінгенді. Қазір бұл формуланың қайдан шыққандығын мен оны түсіндіріп берем. Өйткені біз көбінесе осы формуламен есеп шығарамыз. Көбінесе емес, полноценно осы жазық конденсатормен ғана жұмыс жасайтын боламыз. Үшіншісі ол бізде шар тәрізді сфералық конденсатор. Оның сыйымдылығы бізде С тең 4π эпсилон нулевой эпсилон R. Мына жерге міне бір не жазып қойыппын? Нюанс жазып қойыппын. Шар неғұрлым үлкен болса, оның сыйымдылығы соғұрлым көп болады. Ол очевидно, дұрыс па? Мынау цилиндрда неғұрлым үлкен болса, демек оның сыйымдылығы да соғұрлым үлкен болады. Айттық қой бағана, менің проводым қаншалықты қалың болса, ол жақта сыйымдылық көп болады, значит заряд көп жинақталады деген сөз. Заряд көп жинақталды деген сөз, ол өзіне жақсы зарядтарды, в общем, сыйдырып алып жатыр деген мағынаны береді. Түсінікті. Енді
жаздық конденсатордың электр сыйымдылығына тоқталайық. Жалпы формула қайдан шықты? Мен білем, что бағана не деп айттым? Кернеудің формуласы бізде Е көбейтілгенді алып барып орнына қойдым. Пока осылай қалады. Енді осы жерде мен мынау кернеулікті ашып жіберсем болады ғой. Кернеуліктің формуласы менде қандай еді? Пропорционалдық тұрақты, үстінде Q, астында бізде R квадрат, но несі бар еді? Эпсилоны бар еді. Енді осы формуланы өзімізге ыңғайлы етіп түрлендіріп аламыз. Кернеуліктің формуласы мынау жерде біз К-ны қалай ашуымызға болатын еді? 1 бөлінген 4π эпсилон нулевой деп ашуымызға болатын еді. Көбейтілген, дұрыс, мынаяқта Q, мынаяқта бізде эпсилон, мынаяқта менде R квадрат. Мынау менің полноценно ашылған кернеулігімнің формуласы, яғни пропорционалдық тұрақтығында не істеп жібердім? Ашып жібердім. Енді қараңдар, мына жерде R квадрат дегеніміз ол бізде ара қашықтық на самом деле. Мысалы, екі зарядтың ара қашықтығында Кулон заңында немесе кернеулікпен есеп шығарғанда біз R деп алып кетіп жүрдік қой. Дәл сол мынауда негізі ара қашықтық, бірақ енді мен осы сыйымдылыққа ыңғайлы етіп оны R емес D деп алып кетейін. Сыйымдылығымның формуласын жазып алайын. Q бөлінген Е көбейтілген D. Енді мынау формуланы мынау кернеуліктің орнына апарып қоям. Сонда менде үстінде Q тұра береді. Кернеулікті ашам 1 бөлінген 4π эпсилон нулевой көбейтілген Q астында эпсилон D квадрат болады. И мына жерде көбейтілген D дегенім қалады. Енді қараймыз. Мынау Q мен Q қысқарып кетеді да 4π эпсилон нулевой эпсилон D квадрат деген неге шығып кетеді? Үстіге шығып кетеді. Сонда менің формулам былай болып қалайын деп тұр. 4π эпсилон нулевой эпсилон D квадрат бөлінген D. На самом деле, мына жерде D квадрат емес, R деп қалдыра беретін болсақ, өзгертпей ақ қояйық. Сонда пи 4πr квадрат деген бізге ненің формуласын беретін еді? 4πr квадрат дегеніміз ол бізде шардың ауданы. 4πr квадрат. Енді мен мынау 4πr квадрат дегенім маған S-ті беретін болса, онда менде сыйымдылығымның жаңа формуласы шығады. Эпсилон нулевой эпсилон S бөлінген D деген. Мынау формуланы да жатқа білуге міндетті екенбіз. Демек, бізде сыйымдылықтың S тең Q бөлінген U деген формуласы бар. S тең Q бөлінген E D деген формуласы бар. Және қазір қортып шығарған формула S тең эпсилон нулевой эпсилон S бөлінген D деген үшінші формуласы болады екен. Түсінікті деп ойлаймын, қайдан шыққандығын. Мына жерге назар аударыңдар енді. Қайтадан жазып қойдым да мына жерге. На самом деле бағана сыйымдылық дегенді өткен кезде де айтқан том. Конденсатордың сыйымдылығы оның зарядына немесе кернеуіне тәуелді емес. Егер зарядты 2 есе арттырса, кернеуді де 2 есе арттырды, сыйымдылық қалай өзгереді деп сұрайды ғой ертең сендерде. Бірінші ситуация, екінші ситуация деп. Тек қана есептің ішінде зарядты арттырдым, зарядты кеміттім, кернеуді арттырдым, кернеуді кеміттім, сыйымдылығым қалай өзгереді деп сіздерден сұрайтын болса, онда бірден жауап бересіздер, сыйымдылық өзгеріссіз қалады. Сыйымдылық ешқашан өзгеріске ұшырамайды. Сыйымдылық тек қана сол жаңағы тұрған проводтың көлеміне, пішініне және сол ортадағы диэлектрик өтімділікке тікелей тәуелді. Түсінікті. Енді конденсаторларды жалғау. Конденсаторларды жалғауға келмес бұрын, мына жердегі мысалға тағы назар аударайық. Егер мен шелектерді осылай бірінен соң бірін орналастыратын болсам, мынаған мысалы су толады, мынаның ішіне жаңағы краннан су құйылып жатыр. Сосын мынау тасып бастайды, арғы жағы, бергі жағы, мына жаққа да. Мына жақтан жайлап өтіп жатқан су жай болса да мынаның ішін әйтеуір бір не істейді? Толтырады. Сөйтіп бұның да суын не істейді? Тасып бастайды. Мына жаққа да, мына жаққа да, мына жаққа да, мына жаққа да. Мына жаққа тасып кіріп жатқан су да өте баяу болса да мынау шелектің ішін не істеп шығады? Толығымен суға толтырып шығады. Демек, бірінші ситуацияда бізде үш шелектің де іші толығымен не істеді? Суға толды. Бұл шелектер өзара қалай орналасып тұр? Мына жерде параллель орналасып тұр. Демек, параллель қосылған кезде менің шелегімнің барлығы суға толды. Енді мынау суретке назар аударамыз, бірін-біріне кигізіліп қойды шеңберлер. Шелектер. Бұл жерде қалай орналасып тұр? Шелектер тізбектей орналасып тұр.
Енді қараймыз. Жарайды, менде бірінші шелегім точно полноценно суға толады, өйткені ол тура ненің астында тұр, кранның астында тұр, дұрыс па? И бұл ішіндегі су толғаннан соң не істеп бастайды? Таси бастайды. Арғы жағы, бергі жағы, оң жақ қаптал, сол жақ қаптал. И сөйтеді, ол екінші шелекті жаймендеп толтырып бастайды. Бірақ имейте в виду, что менің мынау бірінші шелегім, мынау екінші шелекті осылайынан бітеп тұр. Сонда менің астындағы шелегімнің мынау жері ғана не істейді? Суға толады. Потом бұл жерде уже тасып бастайды. Мынау шелекте мынаны былайынан бітеп тұр. Мына жерден мына ары қарай су өткізбейді. Мынау тасып жатқан суда мына жерді ғана толтырып қалады екен. Енді сұрақ туындайды. Тізбектей кезінде шелектің барлығы суға толды ма? Яғни мынау шелектерім орналасқан, және осы шелектердің объемы на самом деле бізде 12 литрдан. Солар полноценно ішіне 12 литр құя алды ма? Тізбектей жалғанғанда жоқ. Тек қана біріншісі ғана полноценно не істеді? Бірінші шелек қана, мынау менде екінші ситуация, бірінші шелегім ғана полноценно суға толды да, ал екінші шелегім, үшінші шелегім тіпті жартысына дейін толған жоқ. Енді осы жерде мынандай вывод шығарамыз. Кез келген затты, яғни сыйымдылығы бар зат деген кез келген ыдыс, ішіне заттар сияды, ішіне заттар салынады деген мағынаны білдіреді. И конденсатор да в том числе соның ішіне кіріп кетеді. Демек, конденсаторларды параллель қосқан кезде оның жалпы сыйымдылығын біз просто так қосып шығады екенбіз. Неге жайдан жай қосып шықтық? Өйткені әр қайсысы өзіне тән сыйымдылыққа тең суды өзіне қабылдай алды. Демек, конденсаторларда немесе проводтарда қаншалықты жуан болса, өзі жаңа қабылдай алатын зарядты полноценно қабылдай алып жатыр деген мағынаны білдіреді. Ешқандай кедергі жоқ. Ал тізбектейде болса ше, бұл жақта бізде өзі вроде бы 12 литр бақандай, бірақ 12 литр до конца толтыра алып жатқан жоқ, өйткені олар тізбектей жалғанып тұр. Ары қарай суды жібермей жатыр. Зарядтарда да сол тема екен, жалпы электр сыйымдылығында да сол тема. Значит, мен бұл жердегі жалпы сыйымдылықты табуым үшін уже 1 бөлінген С1 қосылған 1 бөлінген С2 қосылған 1 бөлінген С3 и дальше қосылған 1 бөлінген Сн деп кете береді. Смотря қанша конденсаторды сізге беріп қойған. Түсінікті деп ойлаймын. Параллель неге С1 плюс С2 плюс С3 болды? Тізбектей неге 1 бөлінген болып түсті? Өйткені толық бір шелекті де толтыра алып жатқан жоқ. Сол үшін 1 бөлінген С1 болып түседі екен. Жалпы конденсаторларды жалғау параллель жалғау және тізбектей жалғау. Сіздер бұны білесіздер, серпімділік күшінен бері қатаңдықтарды тізбектей жалғасақ, параллель жалғасақ қалай болады деген. Оказывается, осы конденсаторларды параллель жалғайтын болсақ, бізде кернеулері өзара тең болады екен. Ал тізбектей жалғағанда кернеулері қосындысына тең болады. Параллель жалғағанда зарядтарым қосындысына тең болады, ал тізбектей жалғағанда зарядтарым бірдей болады. Ал жаңағы параллель жалғаған кезде менің сыйымдылығым С1 плюс С2 болады, ал тізбектей жалғаған кезде 1 бөлінген С, 1 бөлінген С1 плюс 1 бөлінген С2 деп дальше кете береді екен. Мына жерде мына екеусі бірін-біріне жаттау оңай. Параллель болғанда кернеу өзара тең дегенді біреуін ғана жаттап алсаң болды. Значит, кернеу мына жақта тең болып тұрса, ана жақта кернеу қосындысына тең. Мына жақта заряд қосындысына тең болып тұрса, демек ана жақта зарядтары тең. Жаттау жеңіл, андай бір қиындатып алмаңыздар. Түсінікті деп ойлаймын. Так, келесі ол бізде энергия тығыздығы. Жалпы тығыздық деген әңгімемен сіздер осы уақытқа дейін таныссыздар. Ең бірінші өткен тығыздығымыз ол бізде массаға қатысты болды. Тығыздық дегеніміз бірлік көлемдегі масса деп айттық. Энергияда то же самое, сондай электростатикада. Энергия тығыздығы бірлік көлемдегі энергия. Заряд тығыздығы мен энергия тығыздығын шатастырып алмаймыз. Заряд тығыздығы бізде бірлік аудандағы заряд шамасы болатын болса, бұл жақта бізде бірлік көлемдегі. Неге заряд тығыздығында аудан екендігін сол сабақта айтқан болатын. Так, демек, бірлік көлемдегі энергия. Бұл жақта энергия енді осы W әрпімен белгіленеді. Сіздер бұны механикадан бері білесіздер. Толық механикалық энергияны осылай табатын едік. Энергия тығыздығы енді бізде омегамен есептелінетін болады. Мына формуланың қайдан шыққандығымен біз қазір танысатын боламыз. Ол үшін біз энергияның жалпы түрлерімен танысайық. Жалпы конденсатордың энергиясы қайдан пайда болды деген сияқты сұраққа жауап берейік. Жалпы конденсатор екі пластинадан тұратынын біз білдік. Бір жағы плюс, бір жағы минус екендігін. Енді есімізге түсірейік.
осы электростатиканы өтіп бастағаннан бері мен осы электростатикадағы атқарылып жатқан жұмыс Q көбейтілген U арқылы өрнектеледі деп айтқан болатынмын. Енді қараймыз, бізде мына жерде қанша пластина бар? 2 пластина бар. Солай ғой? Мынау бірінші пластинаның атқарып жатқан жұмысы полноценно, точнее, бірінші пластина емес, бірінші пластинаның да екінші пластина екеуі бір батарейканың ішінде тұр ғой, демек, дұрыс па? Бір батарейканың ішінде тұрса, демек, олар бірдей жұмыс атқарып жатыр. Демек, осы конденсатордың ішіндегі жұмыс бізде А тең Q-ға тең. Бірақ маған мысалы бір ғана пластинаның энергиясын есептеуім керек болатын болса, жұмыс пен энергияны біз теңестіріп есеп шығара беретінбіз, өйткені екеуінің де өлшем бірлігі неге тең болып тұр? Бізде джоульға тең болып тұр. Осы бір ғана пластинаның атқарып жатқан энергиясын, жалпы бір пластинаның ғана энергиясын анықтауым үшін мен не істей алам? Осы полноценно атқарылып жатқан жұмысты 2-ге бөліп жібере алам. Мен оны А тең QU бөлінген 2 деп жаза алам. Бірақ мен жұмыс пен энергияны өзара теңестіре алам, бағана айтқандай, өйткені энергияның өзгерісі бәрібір бізге жұмысты береді. Осы уақытқа дейін біз барлығын өзара теңестіріп есеп шығарып жүрдік, иә? Демек, мен бұны просто так аламда А емес, енді не деп жазамын? W тең Q бөлінген 2 деп жазып алады екем. Q бөлінген 2 дегенім ол конденсатордың энергиясы болып есептелінеді, бір пластинаның энергиясы болып есептелінеді. Түсінікті деп ойлаймын. Бұл формуланы қатынас есептерде мүлдем қолданбаймыз, бірақ жеке дара қолдануға болады. Енді қараймыз, осы жерде бізде қазір не болды? W тең Q көбейтілген U бөлінген 2 деген формула шықты. Осыған дейін, яғни сабақты бастан бастап айтып келе жатқан әңгімеміз бізде C тең Q бөлінген U деген бізде не бар деп айттық? Формула бар деп айттық, иә? Енді осы жерде мен қазір нені қортып алсам болады? Осы жерде мен қазір Q-ды қортып алатын болсам, Q тең CU деген формула шығайын деп тұр. Осы зарядтың формуласы мынау Q-ға алып келіп қойсам, менде CU көбейтілген U бөлінген 2 шығады. Сонда менде не шығайын деп тұр? CU квадрат бөлінген 2 деген энергияның тағы да бір формуласы шығады екен. Бұл бізде ток көзіне қосылған болса. Мына жерде N түсіп қапты. Ток көзіне қосылған болса, қазір оны түсіндірем. Пока что формуланың қайдан шыққандығын түсініп отырсаңыздар болды. Енді қайтадан жазып алам. Менің формулам W тең QU бөлінген 2. Енді мына жерде мен қазір нені қортып алып келсем болады? U-ды қортып алсам болады ма? U-ды қортып алатын болсам, менде Q бөлінген C шығайын деп тұр. Мен алып барып қоям. Q көбейтілген Q астында C и 2. Сонда менде Q мен Q көбейтіледі, Q квадрат астында 2C. Демек, менде энергияның тағы да үшінші формуласы шығады екен, Q квадрат бөлінген 2C. Енді мына жерде ток көзіне қосылған және ток көзінен ажыратылған дегенді көріп тұрсыздар. Сіздер жалпы кез келген зданияда жүргенде, мысалы мектепте жүргенде, болмаса больницада жүргенде, осындай бір розетканы көрсеңіздер, үстінде 220 вольт деп жазып қояды. Яғни бізде Қазақстанда стандартты розеткалардың кернеуі 250 вольтқа тең. Яғни мынау менің қосайын деп жатқан адаптерім 250 вольттық болғанда ғана мен не істей алам? Бұл құрылғыны қолдана алам. Мысалы, мынаның басында білмеймін, пока еш нәрсе жоқ, бірақ бұның басында мысалы Dyson болсын, иә. Дайсонның проводы бізде 350 вольттық немесе 300 вольттық болатын болса, оған уже ток жетпейді, өйткені оның кернеуі үлкен, сөйтті ол Қазақстанда жұмыс жасамайтын болады. Сол үшін Қазақстанда кез келген затты сатып алған кезде 220 вольт қып аламыз. Енді бұл әңгімені не үшін айттым? Мынау розетканың үстінде бізде 220 вольт деп жазылып тұрады. Мен не істеймін? Мынау адаптерді қосамын. Адаптерді қосқанда осы жердегі 220 вольт дегеніміз бізде на самом деле не еді? Жұмысқа тең еді ғой, дұрыс па? Екеуі тура пропорция ғой. Өткізгіштің бір ұшынан екінші ұшына заряд тасымалдау үшін қажетті атқарылатын жұмыс деп айтқандығым. Демек, мынау проводтың ішіне уже не жүріп бастады? Заряд жүріп бастады. Менің телефонымды мысалы осы жерде зарядтап бастадық. Мынау уже зарядталып жатыр. Зарядталып жатыр. Бұл жерде қазір телефон ненің арқасында зарядталып жатыр? Кернеудің арқасында деп айталам. Өйткені маған телефоныма зарядты тасымалдап беріп жатқан осы кім? Кернеу. Енді осы адаптерді мен не істеймін? Розеткадан суырған кезде байқайтын болсаңдар сендер, былай резко суырған кезінде телефоның зарядкадан суырылды деп бірден саған нетпейді, жанбайды. Сен суырып тастағаннан кейін бір
3 секунд өткеннен кейін зарядкадан суырылды деп келеді. Сол зарядкадан суырылған кезде, оказывается, мынаның ішінде қалып кеткен зарядтар бар ғой, ку, өздері жылжып барып мына телефонға кіріп алады. Уже мынаның ішіндегі заряд қалмаған кезде уже телефон не істейді, жаңағы қуат алуды тоқтатты деген сыйған белгі береді, дауыс шығарады, дұрыс па? Демек, мен тоқ көзіне қосылып тұрған кезімде менің кернеуім зарядты тасымалдап беріп тұрады екен. Адаптерді суырған кезде какой-то бір миллисекундтың ішінде тек қана кім жұмыс жасайды екен? Заряд қана жұмыс жасайды екен. Демек, бізде энергияның жалпы, конденсатордың энергиясының екі формуласы бар. Негізі 3 формуласы бар. Мынау бізде стандартты формула болып саналады. Бірақ тоқ көзіне қосылған және тоқ көзінен ажыратылған деген темада біз С квадрат бөлінген 2 және Q квадрат бөлінген 2С деген формулаларды қолданады екенбіз. Именно осы екі формуланы қатынас есептерде смело қолдануға болады. Енді бағанағы формуламызды қорытып шығарайық енді. Мына жерде жалпы біз энергиямыз негізін на самом деле жұмысқа да теңестіріп есеп шығара аламыз деп айттым ғой. Теңестіріп шығара аламыз. Бірақ бұл жерде енді мен бағанағы Q бөлінген 2 дегенді алып кетпеймін. С квадрат бөлінген 2 деген формуламен таныс болдық. Енді сол формуланы қолданамын. Энергияны алып келіп енді орнына қоямын. С квадрат бөлінген 2, мына жақта бізде В. Сонда менде СУ квадрат бөлінген 2В болады. Осы жерде мынау кернеудің формуласы бізде қандай еді? Е көбейтілген Д еді. Егер мен кернеуді ашатын болсам, менде С Е квадрат Д квадрат бөлінген 2В шығады. Енді осы жерден мен мынау сыйымдылықты шашып алайын. Бағана мен қандай формуласын өттім? Сыйымдылықтың эпсилон нулевой, эпсилон S бөлінген Д деген формуланы өттім. Осын алып барамда енді орнына қоям. Сонда омега тең болып тұр бізде неге? Мына жерде эпсилон нулевой, эпсилон S бөлінген Д көбейтілген Е квадрат көбейтілген Д квадрат бөлінген 2В. Осы жерде мынау Д квадрат пен Д қысқарып кетеді. Сонда менде не қалады? Мына жерде қазір эпсилон нулевой, эпсилон S Е квадрат көбейтілген Д. Астында 2 көбейтілген В. Енді қараймыз. Мынау S дегенім ол менде аудан еді. Ал мынау Д дегенім менде жаңағы білмеймін, шеңбер болса соның диаметрі, радиусы, арақашықтық, самый главный метр. Мынаның өлшем бірлігі менде метр квадрат, мынаның өлшем бірлігі менде метр. Екеуінің көбейтіндісі маған нені береді? Метр кубты береді. А метр куб ол бізде не еді? Көлем еді. Сонда эпсилон нулевой, эпсилон көбейтілген, көлем көбейтілген кернеуліктің квадраты. И астында 2В. В мен В қысқарып кетеді да, осы жерден сонда менде не шығады екен? Эпсилон нулевой, эпсилон Е квадрат бөлінген 2 дегенім деген энергия тығыздығының формуласы шығады екен. Мына өте маңызды формулалардың бірі. Жалпы ұлттық бірыңғай тестте көбісі осыдан қателеседі. Яғни осы формуланы білмейді. Сол үшін есепті де нақты дұрыстап шығара алмай қалып жатады. Сондықтан формуланың шығару жолын түсінген болсаңыз, онда формуланың өзін жаттап алу жеңіл болады. Түсінікті деп ойлаймын. Дальше жылжайық. Сонымен бүгін біз конденсатор және олардың түрлерімен таныс болдық. Конденсатор дегеніміз жалпы айтқанда заряд жинақтаушы құрал. Ал олардың түрлері цилиндрлік, жазықтық және сфералық. Сфералықты басқалай шар деп те атайды. Екінші немен таныс болдық? Электр сыйымдылығы мен және конденсаторға байланысты формулалармен. Яғни электр сыйымдылығы бізде С тең Q бөлінген U. Дальше әрқайсысы, яғни конденсатордың 3 түрі болса, үшеуінің формуласы 3 қалай, әртүрлі, дұрыс па? Соның ішінде тек қана жазық конденсатордың формуласын жатқа білуге және формуласын қорыта алуға міндеттісіздер. Ал цилиндрлік пен сфераны жай ғана жаттап алу керек. Олар тек қана теория болып келеді. Энергияның тығыздығымен таныс болдық. Омега тең жаңағы W бөлінген V. Дальше қорытып кете береміз. Заряд тығыздығын сіздер итак білесіздер. Мына жерде просто екеуін шатастырып алмау үшін қойып қойдым. Заряд тығыздығы бізде Q бөлінген аудан болатын еді. Конденсатордың энергиясымен таныс болдық. Стандартның формуласы бізде W тең Q бөлінген 2 болатын болса, тоқ көзіне қосылғанда С квадрат бөлінген 2, ал тоқ көзінен ажыратылғанда Q квадрат бөлінген 2С болады екен. Стандартның формуласын қатынас есептерде мүлдем қолдануға болмайды. Осы сабақтан кейін сіздерге өзін-өзі тексеру сұрақтарын бергім келеді. Бұны үй жұмысымен қосып жасайсыздар. Мына жерде орналасқан бізде 9 немесе 10 шақты сұрақ тұр.
осы сұрақтың әрқайсысына жазбаша түрде жауап беріп, үй жұмысымен қоса Telegram каналға жіберетін боласыздар. Әрқайсысын жеке-жеке тексеретін боламын. Және осы сұрақтарды мен конспектіні жалпы зачет алған кезде сұрайтын боламын. Енді есептерге көшейік. Бізде айтады, сыйымдылығы 1 микрофарад, 1 микро деген 10-6 дәрежесі фарад, конденсаторға 8 микрокулон заряд берген дейді. 8 көбейтілген 10-6 дәрежесі кулон заряд берген. Зарядталған конденсатордың энергиясы. Как раз бағанағы энергияны сұрап жатыр екен, ja? Қараңдар, заряд бар, сыйымдылық бар. Демек, мен нені қолданам? Уже жаңағы омега дей бердім ғой. W тең Q квадрат бөлінген 2C дегенді қолданам осы жерде. Енді 8-дің квадраты бізде 64, 10-ның 6 дәрежесі бізде қанша дәреже болып кетеді? 10-ның минус 12 дәрежесі болып кетеді. Так, дальше астында менде не тұр? Сыйымдылық. 2 көбейтілген сыйымдылығым 1 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі. Дәрежелер қысқарады, мына жақта минус 6 қалады. Мына екеуісі қысқарады, мында менде 32 қалады. Демек, зарядталған конденсатордың энергиясы 32 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі джоульға тең екен. Жауабым сонда менде А варианты болады екен. Екінші есеп, әрқайсының сыйымдылығы 2 микрофарад болса, онда конденсатор батареясының сыйымдылығы. Мына жерде есепті бір қараған кезде көбісі қателесіп кетеді, былай айтады. Мына жердегі конденсаторлар бірін-біріне тізбектей қосылған дейді. Потому что қатар-қатар тұр ғой, дұрыс па? На самом деле бұл бізде тізбектей қосылған конденсаторға жатпайды. Неге деген сұрақ туындауы мүмкін. Мына жерде міне дөңгелек дегенді көріп тұрсыздар ма? Осы жерде ток 2 қарай айырылып кеткен деген мағынаны білдіреді. Зарядтар 2 қарай бөлініп кетті. Мына жақтан кіріп жатқан ток мына жаққа бөлініп кетті, мына жаққа бөлініп кетті. Потом осы конденсаторда жинақталып, былай қарай кетіп бара жатқанда біреуі мұнда қарай кетті, біреуі жоғары қарай кетті. Потом мынау конденсаторда жинақталған заряд біреуі жаңағы сол бойынша бағытпен екінші конденсаторға өтсе, біреуі төменге қарай кетті. Конденсаторлар бірін-біріне тізбектей жалғану үшін кірген ток бүкіл конденсатордан дәл солай өту керек. Яғни басқа жаққа қарай бөлініп кетуіне болмайды. Бірін-біріне осылай идеальны жалғану керек. Мына жақта бізде дөңгелек болып тұр. Демек, осы жерде бізде зарядтар не істеп кеткен, екі жақ қарай айырылып кеткен. Демек, мына жерде бізде конденсаторлар өзара тізбектей қосылмаған. Бұл жерде бізде конденсаторлар өзара параллель қосылған болып саналады. Параллель қосылғанда бізде жалпы сыйымдылықты қалай табатын едік? Бүкіл сыйымдылықты бірін-біріне қоса салатын едік. Сонда 2, 6 микрофарад бола салады екен. Сонда менің жауабым Б варианты. Келесі бізде үшінші есеп. Егер конденсатор астарларының арасы диэлектрик тұрақтысы эпсилон 3 диэлектрикпен толтырылған болса, зарядталып ток көзінен ажыратылған конденсатордың энергиясы деп сұрап жатыр екен. Жалпы бізде ток көзінен ажыратылған конденсатордың энергиясы қандай еді? Q квадрат бөлінген 2C еді. Енді бізде не деп жатыр? Диэлектрик тұрақтысы 3 диэлектрикпен толтырылған болса, зарядталып ток көзінен ажыратылған конденсатордың энергиясы деп сұрап жатыр. Осы жерде енді мен формуланы ашып көрейінші. Менде қалай болады? W тең Q квадрат бөлінген 2C. Осы жерде C-ні мен не деп аша аламын? Бағана Q квадрат 2 көбейтілген эпсилон нулевой, эпсилон S бөлінген D деп аша аламын. Осы жерде D не істеп кетеді? Үстіге шығып кетеді. Сонда менде қандай формула шығады? Q квадрат D астында 2 эпсилон нулевой, эпсилон и S деген формула шығады. Енді қараймыз, бізде диэлектрик тұрақтысы қаншаға тең болды деп айтып жатыр? 3-ке тең болды деп жатыр. Мен мына жерге қазір 3-ті қоятын болсам, на самом деле обычный кезде, мысалы ауада немесе вакуумда бізде ол 1-ге тең. Енді оны 3-пен заменять ететін болсам, менде W тең Q квадрат D астында 2 эпсилон нулевой 3 деп орнына қоян и S. Қараңдар, мынау эпсилон мен мынау W бірін-біріне қандай пропорцияда тұр? Кері пропорцияда тұр, дұрыс па? Энергия мен демек диэлектрик өтімділік бізде кері пропорцияда. Менің диэлектрик өтімділігім 3-ке тең болып кеткен жағдайда, демек менің энергиям 3 есе кемейді екен. Жауабым сонда менде Б варианты болады екен. Кстати, мынау формулада бізде маңызды формула болып есептелінеді. Q квадратты бөлінген 2 эпсилон нулевой, эпсилон S. Мен арғы слайдтарда не үшін қорытып көрсеткен жоқпын, өйткені оны есептің барысында өздеріңіз
кішкене миды қозғап орнына қойып шығарсаңыздар болады. Төртінші есеп айтады, 3 бірдей конденсатор батареяға қосылған дейді. Конденсаторларды параллель қосқанда жинақталған энергия тізбектей қосылғандағы энергиядан неше есе артық дейді. Қараймыз, 3 бірдей конденсатор деп айтып жатыр. Бірінші параллель қосайық, сосын тізбектей қосып көрейік. Давайте бірінші мына жаққа параллель қосып алайық. Мына жерде бізде барлығы бірін-біріне параллельно деген осылай. Яғни мына жақтан кіріп жатқан заряд кірді да қаншаға бөлініп кетті? 3-ке бөлініп кетті. Біреу астыға, біреу үстіге, біреу алдыға қарай жылжып кетті. Осы бізде параллель қосу болып есептелінеді. Демек, мен осы жерде әрқайсысының әр конденсатордың сыйымдылығы просто С деп алатын болсам, демек, біріншіде параллель қосылғандағы С жалпы менде 3 С-ға тең болады. Екінші случай ол бізде тізбектей жалғанған кезде, яғни мына жақтан заряд кіретін болады. Мына жақта бірінші конденсатор, екінші конденсатор, үшінші конденсатор, яғни не істеген жоқ, кірген заряд 3-ке немесе 4-ке бөлініп кеткен жоқ. Нақты қанша заряд кірді, бірінші конденсатордан сонша болып өтті, екіншісінен де, үшіншісінен де полноценно болып өтті деген сөзді білдіреді. Осы жердегі енді жалпы электр сыйымдылығын анықтайтын болсам, не істеймін? Барлығын бір бөлу деп қосып шығам. Сонда астында менде С, үстінде менде 3. Осы жерде енді С жалпыны табатын болсам, С бөлінген 3 болады екен. Енді менен не сұрап жатыр? Параллель қосқанда жинақталған энергия тізбектей қосқандағы энергиядан неше есе артық энергияға қатысты әңгіме болып тұр, бізде. Формула бізде қалай болады? Батарейкаға қосылған деп тұр. Демек, тоқ көзіне қосылған ба, ажыратылған ба? Дұрыс айтасыздар, тоқ көзіне қосылған болады. Сонда бізде W тең СУ квадрат бөлінген 2 деген формуланы қолданатын боламын. Бірінші ситуацияда параллель, ал екіншісінде тізбектей. Бірінші онда параллельді есептеп көрейік. Параллельде менің С жалпым 3 С-ға тең болды, мынақта квадрат бөлінген 2 болды. Енді W тізбектей қосылған кезде қайтадан СУ квадрат бөлінген 2 болады. Менің сыйымдылығым уже С бөлінген 3 көбейтілген У квадрат бөлінген 2. Енді екеусін не істеймін? Қатынас жасаймын, өйткені менде 2 случай. Сонда 3СУ квадрат бөлінген 2. Мына жақта 3 не істеп кетеді? Астыға түсіп кетеді, дұрыс па? Су квадрат бөлінген 2. Мына жақта бізде 3 бар. 3 пен 2-ні көбейтпей қояйық, пока что. 2 мен 2-ні қысқартып кетем. Су квадрат пен су квадрат қысқарып кетеді. Сонда бізде мына жерде не болайын деп тұр? 3 бөлінген 2 болайын деп тұр, 3 бөлінген 3. 3 бөлінген 3 болғанның өзінде, қараңдар, 3 бөлінген 3 болмайды, мынаны бетке не болып өтіп кетеді? Көбейту болып өтіп кетеді. Сонда менде 9 астында 1 болады. Сонда параллель, жазып қойыңызшы, параллель энергия тізбектей тең болып тұр 9-ға. Маған айтады, конденсаторларды параллель қосқанда жинақталған энергия тізбектей қосқандағы энергиядан неше есе артық дейді. Мына бетке не болып барады? Көбейту болып барады. Демек, параллель қосқандағы энергия тізбектей қосқандағы энергиядан 9 есе артық. Жауабым сонда менде Б варианты болады екен. Түсінікті деп ойлаймын. 5-ші есеп, жазық конденсатордың, көрдіңдер ме, тек қана жазықпен жұмыс жасаймыз. Жазық конденсатордың ауданы 520 см квадрат. 520 см квадрат дегенді метр квадратқа айналдырып аламын, минус 4 метр квадрат. Конденсатордың сыйымдылығы 46 пикофарад дейді. Пика дегеніміз бізде оның минус 12 дәрежесі. Сонда 46 көбейтілген оның минус 12 дәрежесі фарад болып тұр екен. Болу үшін пластина қашықтығы қалай болу керек? Болу үшін пластина қашықтығы қаншаға тең болу керек деп бізден сұрап жатыр екен. Енді жазық конденсатордың бізде бағана формуласы қандай еді? Міне мына формула, бағана қортып алған формуламыз. Эпсилон нулевой S бөлінген D. Осыны енді бағанағы есепте қолданатын боламыз. Формулам жазып алайын. С тең эпсилон нулевой эпсилон S бөлінген D. Мынау бізде аудан екенін ұмытпаймыз. Біз қазір мынау D-ны табамыз. Ара қашықтықты тап деп айтып жатыр, сыйымдылығы менде 46 көбейтілген оның минус 12 дәрежесі. Эпсилон нулевой
Бізде тұрақты, дұрыс па? 8-де 85 көбейтілген 10-ның минус 12 дәрежесіне тең. Көбейтілген диэлектрик өтімділікті беріп қойған 1-ге тең деп, ауданым 520 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесіне тең. Астында ара қашықтықты табуым керек. 10-ның минус 12 дәреже екеуін қысқартып жіберсем болады. Мына жерде 520-ның 1 нөлін, мынаны қысқартып 10-ның минус 3 дәрежесі деп алсам болады. Сонда 46 тең. Мына жақта 8-де 85 көбейтілген 52 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі и астында d. Орын ауыстырам 46 екеуінің, сонда менде d тең. 8-де 85-ті біз 52-ге көбейтіп алайық сразу. 8-де 85 көбейтілген 52 бізде 462 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі и бөлінген астында 46. Бұны біз 46-ға бөліп алатын болсақ, 10 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі метр шыққалы тұр екен. Так, 10 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі дегеніміз 0 үтірден соң 3 сан болу керек деген мағынаны білдіреді. Менде 2 сан дайын тұр. 1 нөлді қосам, 10 метр болады. 0-ді жазбай қалдырып кетсем болады. Демек, ара қашықтығы бізде 0 үтір 0,1 метр болуы қажет екен. 6-шы есеп. Төмендегі суретте оқшауланған нүктелік зарядтың электр өрісінің кернеулік сызығының бойында жатқан 3 нүкте көрсетілген. А, Б және Б, С кесінділерінің ұзындықтары бірдей дейді. Окей. А нүктесіндегі өріс кернеулігі 36 ватт бөлінген вольт бөлінген метр болса, өрістің Б нүктесіндегі кернеулігі 16 вольт бөлінген метр. Электр өрісінің С нүктесіндегі кернеулігін сұрап жатыр. Яғни мынау нүктедегі нені сұрап жатыр екен? Ені сұрап жатыр екен. Бізде А нүктесінде 36-ға тең, ал Б нүктесінде 16-ға тең деп беріп қойыпты. Так, қараймыз. Мынау есеп на самом деле бір оққанда бір күрделі сияқты болып көрінуі мүмкін, но на самом деле жеңіл. Не үшін жеңіл, қазір түсіндірем. Мына жерде бізде белгілі бір Q заряд тұр дейді. Мына жерде бізде А нүктесі тұр. Мен специально үлкен қылып сызбайын. Мына жерде менде Б нүктесі тұр. Мына жерде менде С нүктесі тұр. Мына жақта ары қарай кете береді. Айтады, А нүктесіндегі менің кернеулігім 36 вольт бөлінген метр. Мына жақта менде 16 вольт бөлінген метр. Маған С нүктесіндегі кернеулікті табу керек. Маған айтып қойған А, Б және Б, С кесінділерінің ұзындықтары бірдей. Мысалы, мына аралық А болса, онда Б мен С-ның арасы да неге тең болып тұр? А-ға тең болып тұр екен. Мына жерде на самом деле бізде ситуацияға байланысты есептер. А нүктесі бірінші ситуация болса, Б нүктесі екінші ситуация, С нүктесі үшінші ситуация. Демек, ситуация бар жерде мен всегда есепті қалай шығаратын едім? Қатынас арқылы шығаратын едім. Қараймыз. Бірақ мынау зарядпен конкретно мынау А нүктесінің арақашықтығын маған есепте айтпаған. Сол үшін мен бұны R деп белгісіз ретінде алып алам, қаншаға тең екендігін білмеймін. Енді мен үшін қазір анық көрсетілген А нүктесіндегі кернеулік және Б нүктесіндегі кернеулік. Соларды жазып алайын. Мысалы, А кернеулігін бөлемін Б кернеулігіне. И формуланы ашам. К, Q, R квадрат. R A ғой, мынау дұрыс па? Мынау К, Q, R, B квадрат. Q-лар қысқарып кетеді, К-лар қысқарып кетеді. Менде не қалады қазір? R, B квадрат бөлінген R, A квадрат қалады. Енді R, A, яғни мынау зарядтан А қандай қашықтықта орналасқан? R деген қашықтықта орналасқан, дұрыс па? Демек, R, яғни А-ның орнына мен нені қоям? Просто R квадратты қоям. Ал Б нүктесі мынау зарядтан қандай қашықтықта орналасқан? R плюс А деген қашықтықта орналасқан. Демек, жақша ішінде R плюс А квадрат болып түседі екен. Енді А нүктесіндегі кернеулік менде бар, Б нүктесіндегі менде кернеулік бар. Мына жақта 36, мұнда 16. Мына жерде бүйте салайық. Сразу жақшан полноценно сыртына шығарып жіберейік. Квадратта R плюс А, мына жақта бізде R и сыртында квадраты бар. Квадраттан құтылу үшін екі жақты да түбір астына алып жіберейін. Онда бізде не болады сонда? R плюс А бөлінген R тең болады 6, мына жақта 4.
4-ті мына бетке жіберем, r-ді мына бетке жіберем. Сонда 4r плюс 4a тең болып тұр менде неге? 6r-ға. 4r мына бетке не болып келеді? Минус болып келеді. Сонда 4a тең болып тұр менде 2r-ға. 2 мен 4 қысқарады, мына жер 2 қалады. Сонда r-ім қаншаға тең болып тұр екен? 2a-ға тең болып тұр екен. Демек, заряд пен a нүктесінің қашықтығы 2a-ға тең болып тұр. Мына жер түсінікті деп ойлаймын. Біз қалай r-ді тауып алдық? Жалпы заряд пен a нүктесінің ара қашықтығын. Мынандайға ұқсайтын есептер негізі үй жұмысында бар. Соны обязательно түсініп шығаруға тырысыңыздар. Өйткені мына жақта мен прям шайнап беріп жатырмын, Так, енді қараймыз. Біз бірінші не істедік? А-ны Б-ға қатынас жасап алдық. Енді бізге кімді табу керек? С-ны табу керек. Енді біз А-ны С-ға қатынас жасасаңдар болады, болмаса Б-ны С-ға қатынас жасасаңдар болады. Біз солай цепочкамен кете берейік. Б-ның кернеулігін С-ның кернеулігіне қатынас жасайық. Қайтадан KQ-RB квадрат, KQ-RC квадрат. Q-лар қысқарып кетеді, өйткені барлығында бір заряд болып тұр мынау. И К-лар да қысқарып кетеді. Сонда менің формулам қазір қандай болады? RC квадрат, RB квадрат. Менің Б-м зарядтан R плюс А қашықтыққа тең еді, бірақ менің R-ім 2А-ға тең болды. Демек, менің Б нүктем зарядтан 3А қашықтықта алыстап кеткен. Сонда Б нүктем дегі кернеулік 16-ға тең, С нүктесіндегі кернеулік бізде белгісіз. Сонда Б нүктем менде 3А болатын болса, оның квадраты қаншаға тең болады менде? 9А квадратқа тең болады. Ал RC болса ше, мына жер менде итак 2А-ға тең болып тұр, мына жерде де 2А бар. Сонда С нүктем менің зарядтан 4А қашықтық алысқа орналасқан, дұрыс па? Сонда мына жерде менде 4-тің квадраты 16, 16А квадрат болады екен. А квадраттар қысқарып кетеді, 16 мен 16 қысқарып кетеді. Сонда С нүктесіндегі кернеулік бізде қаншаға тең болады екен? 9 вольт бөлінген метрға тең болады екен. Жауабым сонда менде Б варианты. Осы есепті паузаға қойып, қайтадан өзіңіз бір шығарып көріңіз. Егер шығарып болсаңыз, дальше кетейік. 7-ші есеп. Электр сыйымдылығы 0,8 микрофарад конденсатордың электр өріс кернеулігі дейді. Бізде 1000 вольт бөлінген метр. Кернеулік берілген, сыйымдылық берілген. Егер оның астарларының арасындағы арақашықтық 1 мм болса, онда конденсатордың электр өрісі энергиясы неге тең деп сұрап жатыр екен бізде. Так, енді мынау жерде біз не істей аламыз деген сұрақ туындайды. Электр энергиясын сұрап жатыр бізде. Менің формулам қандай еді? Жаңағы электр өріс кернеулігі, егер оның астарлары неге қосылған деп айтпапты, бірақ СУ квадрат бөлінген 2 болады. Егер есепте по умолчанию ток көзіне қосылған, батарейкаға қосылған, батарейкадан суырылды деген әңгіме айтылмаса, онда по умолчанию СУ квадрат бөлінген 2-ні қолданып кете бересіздер. Енді қараймыз. Мен мына жерде У бізде не еді? Кернеу еді, дұрыс па? Кернеуді через кернеулік расшифровка жасап алам. Е квадрат, Д квадрат бөлінген 2. Сонда менің сыйымдылығым 0,8 көбейтілген 10⁻6 дәрежесі, кернеу менде 1000 болды, квадраты менде қанша болады? Миллион болады, дұрыс па? И мына жақта менде Д квадрат бөлінген 2. Д, кстати, менде бар, 1 мм квадратқа тең. Сразу орнына қоя салайық. Милли деген бізде 10⁻3 дәрежесі, квадратпен бізде 10⁻6 дәрежесі болады, дұрыс па? 10⁻6 дәрежесі. Мынау 10⁻6 дәрежесі болып есептелінеді, мынамен қысқартылады. Сонда бізде 0,8-ді 2-ке бөлетін болсақ, 0,4 көбейтілген 10⁻6 дәрежесі джоуль болады екен. Біз мына жерде бір түрді жылжытатын болсақ, онда бізде дәреже қосылып кетеді. Сонда 4 көбейтілген 10⁻7 дәрежесі джоуль шығады екен. Жауабым сонда менде Д варианты. Осымен біз жалпы конденсатор және олардың энергиясымен толық таныс болдық. Не только энергия, біз бүгін сыйымдылықтардың барлығын толық қамтып шықтық. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Еш ерінбей, қиын сіздерге қазір түсіну барысының өзіне кішкене қиын соққан есепті қайтадан қарап, қайталап шығаруларыңызды сұраймын. Өйткені ол сізді жақсы прогресске алып келеді. Осымен біз сабақты аяқтадық. Білім пайдалы болсын. Келесі кездескенше.